Кеш, құрметті ата-аналар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге кезекті тегін онлайн сабағымызды өткелі жатырмыз. Бүгінгі біздің тақырып тұлға болу мәселесі, яғни балалардың тұлға болуына кедергі келтіретін әрекеттеріңіз деп аталады. Яғни ата-ана ретінде біз балаларымыздың тұлға болуына қандай кедергілер келтіреміз, соларды иншалла жан-жақты талқылайтын боламыз. Алла қаласа әуелі бір тұлға болу тақырыбының айналасында әңгіме қозғайтын болам. Одан кейін осы тұлға болуға кедергі келтіретін мәселелерді иншалла жан-жақты талқылаймыз. Енді шамамен жоспар бойынша 1 сағаттай тікелей эфирде боламыз деп ойлап отырмын. Алғашқы бір 40-45 минутты осы тақырыптар аясында мен сабақ өтетін боламын. Яғни сұрақ жауапсыз. Одан кейін соңғы 15-20 минут сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге тырысам. Егер сұрақтарыңыз болса, сол эфирдің соңына қарай сұрақтарыңызды сұрасаңыздар болады. Сонымен құрметті ата-аналар, ақырын-ақырын бастауға дайындалайық. Шамамен 50 кісі қазірше біздің эфирға қосылды. 1-2 минут күте тұрайық, иә? 1-2 минуттың ішінде тағы да қосылатын шығар адамдар. Тікелей эфирде сабақты көрудің ең үлкен артықшылығы сұрақ сұрай алу мүмкіндіктеріңіз. Яғни осы эфирдің соңында сұрақ сұрап, сұрақтарыңызға жауап аласыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мына тақырып: балаңыздың тұлға болуына кедергі келтіретін әрекеттер деп аталатын осы тақырыпты Алла қаласа бүгін сіздермен бірге жан-жақты талқылайтын боламыз. Өте пайдалы сабақ болады деп үміттенемін. Жалпы бұл тұлға болу мәселесі негізгі ең басты мәселе деп ойлаймын. Яғни ата-аналардың да басты қалаулары. Өйткені әрбір ата-ана балаларының тұлға болғанын, балаларының жаңағы ертең өмірден өз орнын тапқанын, Абай атамыз айтпақшы, кірпіш болып қалануын қалайды деп ойлаймын. Сондықтан да осы қалауымызды дұрыс жолдармен іске асыра алу үшін бүгінгі сабақты міндетті түрде көруді сіздерге ұсынамын. Сонымен құрметті ата-аналар, ақырын-ақырын сабақты бастай берейік. Шамамен 2 минуттай өтті. 70-ге жақын адам жиналып қалды. Сабақ сақтаңызшы дейді. Енді техникалық ақаулық болмаса, иншалла сабақты сақтаймын. Сабақ сақталады деп иншалла үміттенемін. Одан кейін бұл сабақты Алла қаласа осы біздің парақшадан көре аласыздар, және де мүмкіндік болса YouTube'ға да жүктеп қоюға тырысам, YouTube'дан да көре аласыздар. Енді YouTube'дан сабақ көрудің бір артықшылығы кішкене жылдамдатып көру мүмкіндігіңіз бар, стопқа басып көру мүмкіндігіңіз бар деген секілді. Сондықтан сабақты YouTube'ға да жүктеуге тырысамын. Сонымен кеттік, құрметті ата-аналар, ақырын-ақырын сабағымызды бастайық. Мен мына жерге арнайы как слайд секілді сіздерге дайындап келген болатынмын. Сонымен бірінші осы бір сөзбен бастағым келіп отыр сабақты. Тұлға болу дегеніміз бұл өзі бола алуы деп қысқаша ғана сипаттасақ болады. Яғни тұлға болу дегеніміз не деген сұраққа жауап ретінде немесе анықтама ретінде мен осындай қысқа бір ғана сөзді келтіруді жөн көрдім. Яғни баланың өзі бола алуы. Өзі болуына егер де біз мүмкіндік беретін болсақ, онда бала не болады? Ол кезде тұлға болып қалыптаса алады. Ал егер де өзі болуына мүмкіндік бермей, өзі болу мүмкіндігін қолынан алып қоятын болсақ, ондай кезде өкінішке орай баламыздың тұлға болып қалыптасу өте қиын негізінен. Енді бұл өзі болу дегенді қазір қысқаша ашып түсіндіруге тырысайын. Жалпы мен өзімнің офлайн семинарларымда да ата-аналарға жиі айтатын нәрселерінің біреуі, яғни әрбір баланың өзіне тән өмірі бар. Міне осы принципті негізі ұстану былайша айтқан кезде, егер осы принципті ұстанатын болсақ, сол кезде балаларымыздың тұлға болып қалыптасуына біз ең үлкен үлесімізді қосқан боламыз. Яғни әр баланың өзіне тән өмірі бар. Бұл не деген сөз? Әрбір бала жеке тұлға деген сөз. Әрбір бала негізі жеке адам деген сөз. Әрбір бала Қазақстан Республикасының жеке азаматы деген сөз. Әрбір бала Алла тағаланың жеке құлы деген сөз. Осыны қабылдау. Былайша айтқан кезде бұл тұлға болу деген кезде біз ол тұлға болу балада кейіннен қалыптасатын нәрсе емес. Бала бұл дүниеге келу арқылы онсыз да жеке тұлға ретінде, индивид ретінде дүниеге келген. Тек қана біз соны ескеруіміз керек, сонымен санасуымыз керек, соны бұзып алмауымыз керек. Яғни біз
әрбір баланың өзіне тән өмірі бар екенін қабылдаған кезде біздің бала тәрбиесіне байланысты көзқарасымыз толыққанды өзгереді деп ойлаймын. Егер сіз балаңызды бір жеке тұлға, жеке адам ретінде қабылдайтын болсаңыз, Алла тағаланың бір жеке құлы ретінде, былайша айтқанда Алла тағаланың бір жеке миссиямен жіберілген бір құлы ретінде қабылдайтын болсаңыз, онда не болады? Сіз оған басқаша бір көзбен қарайсыз. Яғни сіз ол кезде баланы өзгертіп, өзіңіз қалаған бір шаблонға кіргізуге тырыспайсыз. Бізде осы тұлға ретінде қабылдаймыз деп сөзбен айтсақ та, бірақ өкінішке қарай көбінесе іс жүзінде бұл нәрсе іске аспай жатады. Іс жүзінде біз балаларымызды тұлға ретінде қабылдай алмаймыз, өкінішке орай. Яғни біз айтқандай, сөз жүзінде бәрін қатырамыз, ой, бала деген тұлға ғой, бала деген тұлға, онымен санасу керек деген секілді керемет әңгіме айтуымыз мүмкін әртүрлі жиындарда, әртүрлі отырыстарда. Бірақ іс жүзіне келген кезде біз көбінесе балаларды тұлға ретінде қабылдай алмаймыз. Біз көбінесе не істейміз? Балаларды өзіміздің бір шаблонымыздың ішіне кіргізуге тырысамыз. Өзіміздің бір дайындап алған бір шаблонымыз. Мен бұны өзімнің офлайн семинарларында былай сипаттап жүрмін. Бір идеальный баланың портреті. Әрбір ата-анада өз сондай бір идеальный баланың портреті бар. Біз не істейміз? Сол идеальный баланың портретінің ішіне балаларды күштеп кіргізуге тырысамыз. Яғни ол бала ондай бола ала ма, болғысы келе ма, қабілеті жете ма, қызығушылығы бар ма, онымен санаспаймыз. Мен қаладым, бітті. Боласың дедім ба, боласың. Істейсің дедім ба, істейсің. Барасың дедім ба, барасың. Қатысасың дедім ба, қатысасың деген секілді өзіміздің ойымызша идеальный баланың портретін сызып алдық та, сол портретке баланы күштеп әкеп кіргізуге тырыстық. Міне, ең үлкен проблема осы. Ал енді бұл портретті сызуға бізге көмектесетін әртүрлі факторлар бар. Бұлардың бірнешеуін атап өтетін болсақ, мысалы біріншісі осындай оққан кітаптарыңыз, оққан сабақтарыңыз болуы мүмкін. Сол жерден тұлғаның, жеке тұлғаның, мықты адамның, жетістікке жеткен адамның, қазір әсіресе сондай контенттер өте көп қой, сондайларды біліп аламыз да, болды, менің балам осындай болу керек дейміз. Сөйтеміз да сол баланы сондай қылуға қинаймыз негізінен. Немесе мысалы біздің балалық шақтағы орындалмаған армандарымыз болуы мүмкін. Бала кезде өзіміздің орындалмаған армандарымыз бар. Мысалы айталық, сіз қыз кезіңізде әйел кісілер болатын болса, биге қатты қатысқыңыз келді, бірақ анаңыз биге қатыстырмады. Қазақтың қыз шошаңдап билемейді, үйде отыр деген секілді биге қатыстырмай қойды. Немесе сіз тұрған елді мекенде би болған жоқ, қатыса алмадыңыз, бірақ сізде ол қатты бір қалау ретінде тұрды. Орындалмай қалған үшін ол не болды? Бір бос қуыс болып қалып қойды. Енді не істейміз? Ата-аналардың көбісі осы бос қуысты кейін өзіміз ата-ана болған кезде балаларымыз арқылы толтыруға тырысамыз. Мысалы, биге қатты қатысқымыз келген болса, онда не істейміз? Онда қызымызды, ұлымызды жетектейміз да, оларды биге сүйрейміз деген секілді. Немесе ер кісі ретінде мысалы боксқа қатты қатысқым келіп, немесе қатысып чемпион бола алмай қалған болсам, онда не істеймін? Ұлымды сүйреп, ұлымды чемпион жасап, не деймін? Мен өзім чемпион бола алмадым, хотя бы чемпионның әкесі болайыншы деген секілді. Біз көбінесе өзіміздің бала кездегі орындалмай қалған армандарымызды қазір балаларымыз арқылы орындауға тырысамыз. Бұл да бір идеальный портретті сызуға көмектесетін нәрсенің біреуі. Одан бөлек біздің қазақтарда жиі кездесетін, енді қазір кішкене азайды деп ойлаймын, бірақ біздің балалық шағымызда өте жиі кездескен, өте жиі біздің естіп өскен сөзіміз, ол жұрттың баласы десек болады. Яғни жұрттың баласы өзі болуына кедергі келтіретін ең үлкен нәрсе деп айтуға болады. Яғни жұрттың баласы таңертең ерте тұрып алатын, сабағын 5-ке оқитын, бүкіл жұмысты істеп қоятын, әке-шешесінің айтқан сөзінен шықпайтын керемет бір бала бар ғой. Таңертең тіпті бізді оятқан кезде сол жұрттың баласымен оятатын еді. Пәленшенің баласын қара, таң атпай 6 болып тұрып алып деген секілді. Ал сен болса әлі жатырсың деген секілді. Осындай бір оятумен негізі оянатын едік негізінен. Енді осы мәселелердің бәрін істейді балалардың өздерінің тұлға болуына кедергі келтіреді. Яғни біз оларды не істейміз? Өзі болуына емес, көршінің баласы секілді болуын қалаймыз. Немесе өзі болуын емес, сыныбындағы бір отличник баламен салыстырып сол секілді болғанын қалаймыз деген секілді. Кейбір кезде өзіміздің балалық шағымызбен салыстырамыз. Мен кезінде, өзім бала кезімде мынаны бүйтіп тастаушы едім, сабағымды 5-ке оқушы едім, немесе сыныпта бірінші атаман едім деген секілді. Немесе әйел кісілер айтуы мүмкін, мен қыз кезімде қамырды илеп, нанды жайып, үйді тап-таза қылып ұстаушы едім деген секілді. Жалпы қараған кезде осындай салыстырулармен, осындай жұрттың баласы деген ұғыммен не істейміз? Балаларымыздың
өзі болуына кедергі келтіреміз. Олардың жаңағы бір идеальный портреттің ішіне кіруін қалаймыз. Бұл да жаңағы тұлға болудың алдындағы ең үлкен кедергі десек болады. Сондықтан менің ұсынысым, егер де балаларымыздың тұлға болуын қалайтын болсақ, онда жаңағы бірінші кезекте олардың өзінің жеке өмірі бар екен, жеке тұлға екен, олардың жайдан жай бітіп көктен түсе салмағанын, Алла тағала олар жаратқан кезде өздерінің қабілетіне, қызығушылығына, өзінің әлеуетіне сай бір тұлға болып қалыптасу үшін, бұл өмірде өзінің бір миссиясын атқару үшін, Абай атамыз айтатын болсақ, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан дейді ғой. Сол өзінің ғана кетігі бар, оған басқа кірпіш келмейді. Әр баланың өзінің кетігі бар. Сол кетік тауып, сол жерге қалану оның басты миссиясы екенін ескере отырып, қарым-қатынас орнататын болсақ, міне сол кезде бізде не болады? Балаларымыздың тұлға болуына деген біздің бір үлес қосқанымыз болады. Ал егер де керісінше жаңағы кейбір комментарийлерден оқып жатырмын, онда бала бетімен кетіп қалады ғой деген секілді әңгіме айтып, балаларды әлі біреумен салыстырып, пәленшенің баласымен емес, өзіміздің балалық шағымызбен салыстырып, бағанағы бір шаблонның ішіне баланы сүйреп әкеп кіргізуге тырысатын болсақ, онда өкінішке орай бұл сабақ сіздерге арналмаған, бұл сабақ сіздерге ауыр тиеді, ал ондай кезде балаларымыздың тұлға болуына біз кедергі келтірген боламыз. Яғни алдағы уақытта әртүрлі комплекстармен, әртүрлі қиындықтармен өмір сүруіне өкінішке қарай біз себепкер болуымыз әбден мүмкін. Сондықтан да бірінші мәселе осы, өзі бола алуына көмектесу. Енді мына мәселені де қысқаша айта кеткім келіп отыр, қосымша қыстырма ретінде. Негізі баланың тұлға болуын біз ата-ана ретінде теориялық тұрғыдан бәріміз қалаймыз, негізінен бәріміз тұлға болсыншы дейміз. Өйткені тұлға деген жақсы нәрсе екенін білеміз ғой. Яғни ертең өз бетімен өмір сүрсін, өзіне сенімді болсын, жаңағы өзін өзі бақсын деген секілді, өмірден өз орнын тапсын деген секілді. Бұны бәріміз қалаймыз. Бірақ мен сіздерге бір нәрсені айтайын. Сөз жүзінде қаласақ та, бірақ іс жүзінде мүмкін подсознательно, мына подсознание деген нәрсені қазір естіп оқып жүрміз ғой, сол подсознательно біз мүмкін балаларымыздың тұлға болғанын қаламайтын шығармыз негізінен. Не үшін дейсіздер ме? Өйткені тұлға болатын болса, оны басқару қиын. Бағанағы тұлға болмай біз оны басып тастап бағынышты қылып алатын болсақ, яғни санаспай еш нәрсемен тек қана күшпен айт дедім деген секілді, бол дедім, істе дедім деген секілді, осындай ғана қарым-қатынаспен баланы басқару өте оңай. Ал бірақ та оны санасып, оның жеке бір өмірі бар екенін ескере отырып қарым-қатынас орнатқан кезде, ол кезде кәдімгідей сізде бір біліктілікті қажет ететін нәрсе. Яғни сіз оны басқара алу үшін, былайша кезде оған бағыт-бағдар беріп, өз бетімен кетіп қалмау үшін, онда сізде параллельно өзіңізді дамытуыңыз керек. Яғни сізде өзіңізді осы бала тәрбиесіне байланысты, адамдармен қарым-қатынас орнатуға байланысты өзіңізді жеке дамытуыңыз керек. Бірақ та өкінішке орай бұл өзімізді дамыту, өзімізбен күресу деген бұл өмірдегі ең қиын нәрселердің біреу болғаннан кейін біз не істейміз? Ол жолға шыққымыз келмейді да, қойшы, ол жаман жол, ол бізге керек емес жол. Тіпті кейбір ой біздің қазақта ондай нәрсе болмаған деген нәрселерді сылтауратып, бұрынғы өзіміздің білетін жаңағы таяқпен, ұрыспен, айғаймен, қорқытумен баланы басқару деген нәрсеге көшіп кетеміз өкінішке орай. Бізде таяқ жеп өстік, жаман болған жоқпыз деген секілді өзімізді ақтап аламыз, бірақ жақсы болдық па, ол да үлкен сұрақ белгісі. Қаншалықты жақсы бола алдық, және жақсы болу деген нәрсе ол қандай ұғым, оның бәрін әрине жеке қарастыруға болады. Енді ол жайында мен өзімнің баланы жазасы тәрбиеле деген кітабымда кеңінен айтып кеткем, оқыған кісілер біледі, оқымаған кісілер сол жерден оқып алсын деп мен сабағымды ары қарай жалғастырайын. Сонымен келесі тақырыпша жалпы баланың өзі болуына мүмкіндік беру дедік қой. Енді бұл өзі болуға мүмкіндік беру не үшін соншалықты маңызды, мен неге сонша оған тоқталып жатырмын, кейбір ата-аналарға ауыр тиіп жатса да, не үшін бұны айтып жатырмын? Өйткені біздің ата-ана ретінде ең басты мақсатымыз, ең басты міндеттеріміздің біреуі ол баланың болмысын бұзбау негізінен. Баланың болмысын бұзып алмауымыз керек. Яғни болмыс бұзылды деген сөз уже барлық нәрсені біз примерно құрттық деген сөз ғой, былайша айтқан кезде. Неге? Өйткені болмыс деген бұл мынау. Былай түсінікті тілде болу үшін мен сіздерге айтайын, мына бір қолыңыздағы телефон, қазір көбіңіз құдай біледі, телефоннан бұл сабақты көріп отырған шығарсыздар негізінен, сол телефонның өзін ойлайтын болсаңыз, бұл телефонның өзінің бір заводской настройки деген нәрсесі бар. Яғни заводтан шыққан кездегі бұның өзінің бір баптаулары бар, былайша айтқан кезде өзінің бір ерекшеліктері бар, дұрыс па? Егер де сіз бұл ерекшеліктерді бұзып тастайтын болсаңыз, заводской настройкалар бұзылатын болса, онда сіз бұл телефонды не істейсіз? Қолдана алмайсыз. Өзіңіздің мақсатыңызға сай, мүддеңізге сай бұл телефонды қолдана алмайсыз. Телефон не істейді?
былайша кезде ана қарапайым тілмен айтқан кезде телефон қуа бастайды негізінен. Дәл сол секілді Алла тағала баланы жаратқан кезде де оны да белгілі бір заводской настройкалармен жаратқан. Яғни оның өзіне ғана тән ерекшеліктері бар. Мысалы, өзінің жеке бір қабілеттері бар, өзінің бір жеке бір қызығушылықтары бар, өзінің бір бейімділіктері бар, әлеуеті, потенциалы бар, мысалы. Осындай ерекшеліктер бар. Яғни біздің ата-ана ретіндегі ең басты міндетіміз, ең басты мақсатымыз да десек болады негізінен, осы балалардың болмысын бұзбай, олардың керісінше сол Алла тағаланың берген осы потенциалын ашуға көмектесу ғой, былайша айтқан кезде. Яғни біз баланы тәрбиелейміз деген секілді кейбір кезде өзімізге қатты жаңағы көп нәрсе алып жатамыз негізінен, бірақ шындығына келген кезде біздің міндетіміз тәрбиелеуден гөрі баланы танып, оған жағдай жасап, оның болмысын ашу, оның қабілетін дамыту, оның қабілетін дамыта алатын орта дайындау негізінен. Өйткені қараңыздар, мен өзім Алла тағаланың әділдігіне сенетін кісімін, мен мынаған сенем, құрметті ата-аналар. Алла тағала ешбір баланы қабілетсіз жаратпаған. Яғни жаратушы ешбір баланы қабілетсіз жаратпаған. Әрбір баланың өзіне тән қабілеттері бар. Әрбір баланың өзіне тән қабілеттері бар. Міндетті түрде әр баланың бір қабілеті бар негізінен. Мына жерде отырған экранның арғы шетінен біздің сабақты көріп отырған сіздердің де әрқайсыңыздың мықты жақтарыңыз бар. Әрқайсыңыздың мықты қабілеттеріңіз бар негізінен. Біз бала кезімізде ол қабілеттермен санасылмаған болуы мүмкін. Ол қабілеттерді мүмкін дамытудың орнына керісінше мыжып үстін таптап, быт-шытын шығарып, дамытпай өшіріп тастаған болуы мүмкін. Сол үшін қазір өзімізді қабілетсіз сезінуіміз мүмкін. Сол үшін қазір бізде самооценка деген бәле бар ғой, сол самооценкамыз төмен болып, былайша айтқан кезде өзімізді бір өзін таба алмай жүрген, өмірде өзін таппай жүрген, бір қиналып жүрген адам ретінде кейде сезінуіміз мүмкін. Бірақ мен сіздерге мынаған сенім түрде айта аламын, сіздің де міндетті түрде мықты жағыңыз бар. Бар еді, әлі де бар, мүмкін үстін кішкене шаң басып қалды, қазір көрінбей жатқан болуы мүмкін. Егер ол шаңды сүртіп тастап, қайттан дұрыстап оны дамытуға тырысатын болса, сіздің де бұл өмірде істей алатын нәрсеңіз көп. Дәл сол секілді әрбір баланың өзінің мықты жақтары бар негізінен. Ал бізде өкінішке орай шаблондық тәрбие жүйесі қатты сіңіп кеткендіктен біз көп нәрсеге тек шаблонмен қараймыз. Бізде жетістікке жетудің де бір шаблоны бар, мықты бала деген статусты алудың да бір шаблоны бар, үздік деген статусты алудың да бір шаблоны бар деген секілді. Мысалы айталық, мектеп жасындағы балаларды қарайтын болса, бала мектепте үздік мықты бала болу үшін ол математиканы жақсы білу керек. Математиканы егер білмейтін болса, ол автомат түрде уже үздік деген статусты алу қиын болады деген секілді. Осылайша өзімізше бір нәрселерді қарап алғанымызда соның кейін не істейміз? Ой, мына баладан түк шықпайды, мына бала ешқандай қабілет жоқ дейміз. Бірақ та біз мүмкін оның қабілетін байқай алмай жатқан шығармыз, немесе оның қабілетін қабылдай алмай жатқан шығармыз. Қараңыздар, өте маңызды нәрсе. Өйткені біз кейбір қабілетті жақсы, керемет қабілет деп қабылдаймыз, кейбір қабілеттерді қабылдамаймыз, санаспаймыз онымен. Мысалы айталық, біздің балаңыз керемет сурет салады, мысалы, мықты суретші, мысалы Пикассо, болашақтың Пикассосы, қазақтан шығатын Пикассо шығайын деп жатқан шығар мүмкін, мысалы. Бірақ та біз не істейміз? Ол сурет салып, ертең сен отбасыңды бағасың ба, ол суретпен сен бір нәрсе боласың ба, одан да ағылшын тілін үйренсейші, одан да математиканы үйренсейші, одан да сабағыңды оқысайшы деген секілді. Ол суретті біз қабілет ретінде қарамаймыз, өкінішке орай. Немесе баламыз жаңағы мықты сөзге шешен, жаңағы бұл кезіндегі біздің қазақ даласындағы болған жыраулар секілді, немесе төле билер секілді, мысалы, мықты бір сөзге шешен кісі болуы мүмкін еді. Бірақ та біз не істейміз? Онымен санаспағандықтан, оны өшіріп тастаймыз. Керісінше оны мылжың дейміз, көп сөйлейді дейміз деген секілді, оның сөйлеуін керісінше бағаламай жатамыз, мысалы. Дәл осы секілді жалпы мысалдарды көбейте беруге болады. Жалпы қараған кезде, құрметті ата-аналар, баланың, менің сіздерге негізгі бергім келген нәрсе, месседж мынау, негізгі бергім келген нәрсе, әрбір балаңыздың міндетті түрде мықты қабілеті бар. Осыған сеніңіздерші. Осыған сеніп, осындай сеніммен әр балаңызға жеке-жеке қарап зерттеу жасайтын болсаңыз бар ғой, балаңыздан тұнып тұрған керемет бір қабілетті көре аласыз. Және сол қабілетті дамытқан кезде, міне сол кезде тұлға болу деген сол, құрметті ата-аналар. Ал керісінше біз жаңағы оны қабылдамай, оның қабілетін қабылдамай, оны өзіміздің ойымызша мықты деген бір қабілетке
бейімдеуге тырысатын болсақ, соған бұруға тырысатын болсақ, өзгертуге тырысатын болсақ, онда не болады? Біз өкінішке орай баланың болмысын бұзып алған боламыз. Мысалы, енді біздің қоғамда тіпті мына мамандық таңдаудың өзі белгілі бір деңгейде сол ғой. Қазір Қазақстанда енді мен нақты статистика білмеймін, бірақ жалпы өздеріңіз де білесіздер, өз мамандығымен жұмыс істемей жүрген адамдар өте көп. Әйтеуір дипломды алды, бірақ ол дипломмен жұмыс істемей, сол диплом шаң басып, сандықта жатып, тіпті қайда қалған, білмей қалған жағдайларда жиі кездеседі. Не үшін? Өйткені біз мамандық таңдаған кезде өзіміздің қабілетімізге, қызығушылығымызға сай мамандық емес, көбінесе әйтеуір сол қоғамда қажет болады, қоғамда қазір осы мамандықтар хит, немесе грантқа түсу осымен оңайырақ деген секілді критерийлермен мамандық таңдап алғаннан кейін, өкінішке орай бізде не болды? Бұл мамандықтар біздің болашақ, жалпы өмірлік біздің мамандығымызға айнала алмай қалды. Ал мысалы мен мынандай өзім батысқа көп барам. Қазір мен көріп отырған Ақтаудан, Атыраудан оқырмандарым болатын болса, олар мені жақсы біледі. Мен ол жақтарға жиі баратын қалаларымның бірі. Осы батыста енді білесіздер, бізде мұнай көп. Мұнай көп болған үшін батыста ол автомат түрде ең маңызды хит мамандық ол мұнайға қатысты мамандықтар негізі. Өйткені неге? Осы мұнайға қатысты мамандықтарды оқыса, келеді Ақтауда жұмыс істейді, Атырауда жұмыс істейді, вахтаға барады, әйтеуір отбасын бағады деген секілді. Онсыз да білесіздер, жақында бір статистика шықты ғой, жаңағы табыс көзіне байланысты, сол кезде Жаңаөзен бірінші орын деді, бүкіл Қазақстан бойынша табыс көзі бірінші орын деген статистика шықты. Енді жалпы алған кезде әйтеуір сөйтіп отбасын бағады деген секілді бізде не болады? Сондай бір сенім болады. Сол үшін біз не істейміз? Баланы әйтеуір қабілеті болса да, болмаса да, қызығушылығы бар ма жоқ болған қарамай, әйтеуір мұнайға байланысты бір нәрсеге кіргізіп, мұнайға байланысты бір мамандық алып шығуын қалаймыз. Мысалы, ол жерлерде осындай ойдағы ата-ананың баласы егерде мысалы дизайнға қызығатын болса, онда не істейді? Дизайн не істейсің? Біздің батыста ол деген мынау деген секілді жалпы не істейміз? Оның дизайнын өшіріп тастаймыз. Неге? Өйткені бізде мұнай деген ғана түсінік бар. Мысалы, мен өзімнің университет таңдаған кезімде өте жақсы білемін, бізде финансист, юрист, экономист деген мамандықтар хит еді. Енді 2000 жылдың басында мамандық таңдаған кісілер болса, маған қосыластар деп ойлаймын. 2000 жылдардың басы сол біздің оқушы болып, біздің университет таңдайтын кездерімізде осы мамандықтар хит еді негізі. Тіпті бір қалжың бар еді, тас лақтырсаң осы не экономистке, не финансистке, не жаңағы юристке тиеді деген секілді бір қалжыңдар бар еді негізінен. Осы секілді жалпы алған кезде айтқым келген нәрсе, біз баланың өзінің қабілетімен, қызығушылығымен санаспай, оны бұрып, белгілі бір өзіміздің қалауымыздағы бағанағы шаблондық тәрбие негізінде бір шаблонның ішіне кіргізуге тырысатын болсақ, ең үлкен проблема біз оның болмысын бұзған боламыз. Болмыс ол бағанағы заводская настройка дедік, заводская настройка бұзылған кезде балада қуу басталады. Яғни балада әртүрлі ауытқулар басталады. Яғни не үшін бұлай істеп жатыр? Неге бұлай бұзылып кетті деген секілді осындай ауытқулар сол кезде басталады, құрметті ата-аналар. Бұны бір мынандай бір мысалмен сіздерге нақтырақ ашып беруге тырысайын. Мен мына жерге көз визуалдарға да ыңғайлы болсын деп әтей осындай слайд секілді дайындап келген едім негізінен. Жалпы бұл кісілер мынандай жаңағы баланың қабілетін, қызығушылығын, әлеуетін ескермей, оны басқа бір өзінің қалаған бағытына өзгертуге тырысып жатқан кісілерге мына мысал өте жақсы келеді. Алма ағашынан алмұрт жинағысы келетін ересектер. Алма ағашы, мен ересектер деп жаздым әтейі. Өйткені неге? Тек ата-ана десем мұғалімдер кірмей қалатын еді, тәрбиешілер кірмей қалатын еді. Сондықтан да Мағжан атамыз тәрбиеші деп бәрін бір немен айтады ғой, бәрін бірге алады. Сол секілді мен де жалпы ересектер деп айттым. Ол кейде ата-әже болуы мүмкін, кейде әке-шеше болуы мүмкін, кейде мұғалім болуы мүмкін, кейде тәрбиеші болуы мүмкін деген секілді. Яғни алма ағашынан, алма ағаш неге өзі? Немесе алма ағашы тұр. Енді Алла тағала алма ағашын жаратты ғой, былайша кезде сіздің балаңызды бір алма ағашы секілді жаратты. Бірақ біз десеміз, жоқ, мен алма ағаш емес, мен алмұрт жегім келеді дейміз да. Сөйтіп алма ағашынан алмұрт жинағымыз келеді. Алмұрт алғымыз келеді. Бірақ өкінішке орай ол өте қиын нәрсе, тіпті мүмкін емес нәрсе деп ойлаймын. Сол секілді жалпы біз не істейміз? Алма ағашы керемет апорт алмаларын беру керек болған алма ағашынан біз алмұрт күтеміз да. Алмұрт бере алмаған кезде біз оған ренжиміз. Неге мынау алмұрт бермейді? Мен қаншама оны суғардым, қаншама жаңағы дәрумендерін бердім, қаншама күтім жасадым, қаншама үміт арттым мен оған. Неге бұл алмұрт бермейді дейміз? Дәл осы секілді ғой. Дизайнға қабілетті, болашақтың мықты бір дизайны бола алатын баладан біз аламыз да, неге мынау шықпайды дейміз да. Мысалы айталық, жаңа юрист шықпайды дейміз, немесе неге мұнайшы шықпайды дейміз, немесе неге мынандай нәрсе шықпайды дейміз да. Ал одан кейін не болады? Ата-анада реніш болады. Сондықтан құрметті ата-аналар, алма ағашынан алма алмалайық, алмұрт ағашынан алмұрт алайық.
жүзімнен жүзім жинайық, жерге картоп ексек, ол жерден картоп алайық деген секілді. Болмыс деген осы ғой. Әр нәрсенің өзінің бір миссиясы бар. Алма ағаштың болмысы алма беру. Алмұрт ағаштың болмысы алмұрт беру. Жерге картоп ексеңіз, оның болмысы ол жерден картоп болып шығу негізінен. Ал біз өкінішке орай басқа нәрсе күтеміз, сол үшін де проблема болады. Сондықтан болмысты өзгертуге тырыспайық, құрметті ата-аналар. Так, ары қарай. Енді болмыс өзгерген кезде, жалпы біз оны тұлға ретінде санаспаған кезде ең үлкен болатын проблемалардың бірі, ол осы басқалардың сезіміне тәуелді болу деген нәрсе. Яғни, басқалардың сезіміне тәуелді болу. Бала немесе қазір бізде белгілі бір деңгейде сондай болуымыз мүмкін. Егер бала кезімізде біздің немізбен санасылмаған болса, осы қабілеттерімізбен, қызығушылығымызбен, жеке тұлға екендігімізбен санасылмаған болса, онда бізде де осы басқалардың сезіміне тәуелді деген нәрсе болуы мүмкін. Болмыстың өзгеруі де белгілі бір деңгейде сол болмыс өзгерген кезде, сол басқаның несіне тәуелді болу деген нәрсе басталады. Сезімдеріне тәуелді болу деген нәрсе болады. Яғни басқалардың сезіміне тәуелді болу деген бұл мынандай. Тура әкесі секілді сөйледі, тура анасы секілді сөйледі, тура анасы секілді ұрсады, немесе тура әкесі секілді қысым жасайды деген секілді біз не істейміз ғой, көбінесе айтып жатамыз ғой, міне сол примерно уже оның бүкіл несін копировать етіп алуды, копировать етіп аламыз да, уже сол секілді өмір сүре бастаймыз. Яғни уже өзі болу деген нәрсе жайына қалды да, өзі болу деген нәрсе жайына қалды да, бізде не болды? Уже анасы секілді әрекет ете бастады, әкесі секілді әрекет ете бастады деген секілді өзінің болмысынан ауытқу деген осы. Яғни бұны ондай болған жағдайда осы өмірден ләззат ала алмау деген нәрсе басталады. Өйткені біз өмірден қашан ләззат аламыз? Өзіміздің өміріміз сүрген кезде. Яғни өзіміздің өміріміз сүрген дегеніңіз тағы да қате түсініп қалмаңыздар. Қазір бізде сонда бір хит бар ғой, барлық нәрсені қате түсініп аламыз да, ойбай батыс деп байбалам саламыз да. Ал негізінен қараңыздар, өз өмірінен ләззат алу дегенді бір эгоистік деп ойламаңыздар, эгоист болуға ұмтылу деп ойламаңыздар, өзімшілдік деп ойламаңыздар. Өмірден ләззат алу деген сөз, ол бағанағы алма ағашының алма беру деген сөз, құрметті ата-аналар. Алма ағашының алма беруі. Алма ағашы алма берген кезде ол өмірден ләззат алады. Өйткені неге? Ол өзінің миссиясына сай өмір сүріп жатыр, өзінің қабілетіне сай өмір сүріп жатыр. Ал ондай болмаған кезде, өзіміздің ішкі потенциалымызды толығымен сыртқа шығара алмаған кезде, оның орнына басқа біреудің арманымен өмір сүріп жүрген кезде, басқа біреудің жетегінде өмір сүріп жүрген кезде, ондай кезде осы өмірде ләззат ала алмау деген проблема болады, құрметті ата-аналар. Сондықтан да болмыс деген нәрсе осы тұрғыдан өте маңызды деп мен ақырын негізгі тақырыпқа көшейін. Мына мысал ретінде мынаны естеңіз болады, тура анам сияқты ұрсам дейтін кісілер бар ғой. Міне сол тура анасының айтатын сөздерін айтады, тура анасы секілді мүмкін қарғайды, мысалы. Кезінде ана сөзіне қалай ұрысқан болса, қазір автомат түрде сол нәрсені балаларына жасайтын аналар, мысалы, сол уже басқа анасының кезіндегі сезімдерін копировать етіп алған. Яғни оған да қазір тоқталамыз үлгергенімізше. Не үшін копировать етіп аламыз? Бізде сол тұлға болуға кедергі келтіретін әрекеттер бар, соларды иншалла сіздермен бірге айтатын болсақ, сол жерде түсінікті болатын шығар. Енді тұлға болуға кедергілер. Негізі мынау слайдтарды ауыстырып отыру менің кәдімгі немді бұзып жатыр, концентрациямды байқап жатқан шығарсыздар. Тұлға болуға кедергілер. Бұл жерде жалпы екі түрлі кедергілерді екіге бөліп қарастыру жөн көрдім. Біріншісі ол тікелей себептер, екінші жанама себептер. Тікелей себептер ол негатив екені, жағымсыз екені көзге көрініп тұрған нәрселер. Көзге көрініп тұр, бұлар бәріміз білеміз негізінен, бірақ білсек те өкінішке орай кейбір кезде тоқтай алмай қалатын, істеп қоятын нәрселеріміз десек болады. Мысалы, бұлардың ішіне айғайлау, ұрсу, қысым жасау, жазалау деген секілді негативті әдістер бар ғой, жағымсыз әдістер. Бұлардың бәрін осы тікелей себептерге кіргізсеңіздер болады. Өйткені неге? Бұл жерде нақты түрде оның жағымсыз екені және оның өзі болуына кедергі келтіріп жатқандығы, оны болмысын өзгертуге итермелеп жатқандығы осы жерден байқалады. Көзге нақты көрінеді. Мысалы, сіз ұрған кезде бала не болады? Автомат түрде сіздің таяғыңыздан қорыққаны үшін сіз қалаған бала бола бастайды. Қараңыздар, өзі сондай болғысы келген үшін емес, сіздің таяғыңыздан қорыққаны үшін
сіз қалаған бала бола бастайды. Сіз қалаған бала деген сөздің өзі бола алмау деген сөз. Яғни ол сөздің өзі, яғни оның уже тұлға болуына кедергі екендігін көрсетеді. Немесе анасының айғайынан қорыққаны үшін кейбір нәрседен бас тарту, ол да автомат түрде не істейді? Анасына тәуелді болуға итермелейді. Анасына бағынышты болуға итермелейді. Автомат түрде, бұл бағынышты деген қате түсініп қалмаңыздар, бұл анасын сыйламасын, құрметтемесін, оның сөзін тыңдамасын деген мағынада емес. Бұл жердегі бағыныштылық өзінің еркінен тыс, подсознательно тіпті сондай бір деңгейде өзі бір еркін әрекет ете алмау, өзі шешім қабылдай алмау, 30-ға келсе де 40-қа келсе де әлі анасының әке-шешесінің аузына қарап солардың пенсиясымен күн көріп, соларға тәуелді өмір сүру деген нәрсені белгілі бір деңгейде қабылдасаңыздар дұрыс болады. Өйткені қазір мен осындай кейбір сөздерді дұрыстап түсіндіре кетпесем, кейбір кісілер қате түсініп қалатын сияқты. Өйткені қазір қате түсінуге итермелеп жатқан өкінішке орай айналамызда контенттер өте көп. Сол себепті мен сіздерге осындай бір қосымша айта кетейін деп отырмын. Енді қараңыздар, бұлар түсінікті болды. Қысқасы, ұру, айғайлау деген сияқты. Мынандай бір мысалмен сіздерге түсіндірейін, чтобы нақтырақ түсінікті болу үшін. Мысалы, анасының айғайынан, анасының ұрсатынан қорыққан үшін шоколад жеуден бас тартқан баланы көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Яғни жалпы негізі баланың болмысы бойынша, баланың жаратылысы бойынша, баланың шоколадтан бас тарту өте қиын ғой негізінен. Бәріміз де бала болдық. Тіпті бала болу былай тұрсын, қазір есейсек те әлі күнге дейін шоколад көрсек жегіміз келіп аузымыздан бүйтіп сілекей аға бастайды да негізінен. Енді қарайтын болсақ, кішкентай баланы ойлаңыз, кішкентай бала анасы ұрсады деп шоколад жемейді да мысалы. Өйткені егер шоколад жеген сайын анасы ұрсады, тісің шірейді, өйтеді, бүйтеді, бұдан кейін оның тісің шірейтін болса, мен сені дәрігерге апарамын, сен тісің жұлып тастайды деген секілді осындай бүкіл қысымдардың, бүкіл манипуляциялар мен қорқытулардың бүкіл түрлерін қолдана отырып, не істейміз? Біз баламыздың шоколад жеуін азайтқымыз келеді, тоқтатқымыз келеді былайша кезде. Бірақ ішімізден қалау әрі бар, балада ұрып тұр, қалау шоколад жеуге деген. Бірақ анасы мына жақтан айғайлап ұрсатын болғаннан кейін бала не істейді? Былай айтады, қараңыздар. Шоколад тұрады алдында, шоколад тұрады, жегісі кеп тұрады, бірақ не дейді? Мама, шоколад деген жаман ғой, шоколад жемеймін мен, шоколад жаман ол. Шоколад жесең тісің ауырады. Вот қараңыз, примерно балалар осыны айтады да. Яғни, не істеп жатыр бұл бала? Өзінің қалауы, ішкі қалауы шоколад жеу болып тұр, бірақ ол ата-анасының ұрсуынан қорыққандықтан шоколад жаман деп айтып жатыр да. Мен шоколад жемеймін. Мен шоколад жемеймін, шоколад жаман, шоколад жесең тісің ауырады, шоколад жесең дәрігерге апарады, шоколад ол зиянды деп не істеп жатыр? Айтып жатыр. Бірақ бұл айтылған сөздер оның ішінен шығып тұрған шынайы сөздер емес. Баланың бала кезіндегі негізгі шынайы қалауы ол шоколадты жеу. Бірақ қорқыныш оған осы сөздерді айтқызып жатыр. Вот болмыстың өзгеру деген осы. Оның болмысы, ол жастағы болмысы, қалауы, ол шоколад жеу болып тұр, бірақ ол ата-анасынан қорққан үшін не істеп жатыр? Ата-анасы қалаған бала болып жатыр. Ата-анасы қалаған бала. Бірақ ол бала шоколад жеуді қоя ма? Қоймайды. Ақырын бір мүмкіндігін табады да, мамасына көрсетпей фук еткізіп шоколадты алып кетеді да, бір бұрышқа шоколадты жеп, қабығын бір жерге тастайды да, кете береді. Біз не істеп жатырмыз? Біз баланың болмысын өзгертіп жатырмыз. Баланың болмысын өзгерткен кезде ауытқулар басталады. Бұл ауытқулар екіжүзділік, мысалы, ішкі қалау мен сыртқы сөзі қарама-қайшы болуды екіжүзділік дейміз ғой. Екіжүзділік, жағымпаздық деген секілді әртүрлі, өтірік айту деген секілді әртүрлі ауытқулар пайда бола бастайды, құрметті ата-аналар. Міне сондықтан да біз кейбір кезде кейбір әрекетімізбен өзімізше мәселені шештік деп ойлаймыз ғой. Сіз сол сәттегі мәселені шештіңіз. Ал баланың бүкіл өміріне әсер ететіндей ол шешімді жасай алдық па, жасай алмадық па, маңызды мәселе сол ғой негізінен. Вот сондықтан құрметті ата-аналар, бұл жерде әрине мен бала бет албаты ешқандай шектеусіз шоколад жей берсін деп отқан жоқпын. Әрине әр нәрсенің өзінің шегі бар, әр нәрсенің өзінің дозасы бар деген секілді. Бірақ менің бұл жердегі негізгі мысал ретінде бергім келген нәрсе, қысыммен қорқыту арқылы ғана мәселені шешуге тырысатын болсақ, бұлар керісінше осындай болмысты бұзатын әрекетке барады. Сондықтан барынша барлық нәрседе орта жол ұстана отырып, мәселелер шешуге тырысқан дұрыс деп ойлаймын. Енді әрине мен қазір оның әрқайсына жеке-жеке кіретін болсам, негізгі тақырып сыртта ауытқып қалады. Енді бұлардың көбіне мен онсыз жауап беріп кеткем. Енді білесіздер, білмейсіздер білмеймін, бірақ менің YouTube каналымда 250-ден астам видео сабақтарым бар, осындай тегін видео сабақтар. Олардың бәрінде бұлардың көбіне негізі жауап бар. Немесе қазірге дейін жазған 6 кітабым бар. 6 кітапта бұл мәселелердің көбісі қамтылған негізінен. Немесе 30-дан астам онлайн видео курстарым бар, мысалы. Оларда
бұл мәселелер қозғалып кеткен деген секілді. Сондықтан не істейміз деп байбалам салудың ешқандай қажеті жоқ. Егер шынымен мәселені шешкілеріңіз келсе, осы инструменттердің біреуін қолданыңыз. Не ютубтағы сабақтарды көріп бассаңыз, не кітаптарды оқыңыз, немесе жаңағы онлайн сабақтарды көріңіз деген секілді. Осылай шешім іздесеңіз, шешім таба аласыз. Оның бәрін осы бір эфирде айтып тастауды күтпей қойыңыздар. Оған менің шамам жетпейді, құрметті ата-аналар. Оған уақытым да жетпейді, энергиям да жетпейді. Өйткені олар өте ауқымды мәселелер. Мен қазір негізгі тұлға болудың айналасында ғана мәселелерге тоқталып жатырмын. Қысқасы бұл тікелей себептер еді. Жанама себептер бар. Жанама себептер бұл былайша айтқан кезде сыртқы көзге әдем болып көрінеді. Бірақтан негізінен астарында балада үлкен бір жаңағы қауіп төндіретін, балаға үлкен бір қауіп төндіретін себептер десек болады. Яғни бұны көбінесе көзге көрінетін қысым емес. Мысалы, айғайлау, ұрсу, ұру деген секілді көзге көрінетін қысым, оны бірден білеміз да, жағымсыз екен. Мынау сыртқы көз қарасаң әдемі, керемет та, бірақ нәтижесі өкінішке орай жаңағы қайттан болмысты бұзатын нәрседі. Енді қараңыздар, енді бұл жерде былай деп айтайын, бұлар психологиялық қысымдар десек болады. Сыртқы көзге әдемі психологиялық қысымдар. Немесе манипуляциялар. Мысалы, манипуляция, не істейміз біз? Жаңағы манипуляция жасау арқылы баланы басқаруға тырысамыз. Немесе керісінше болуы мүмкін. Балалар манипуляция жасау арқылы бізді басқаруға тырысуы мүмкін. Мысалы, жылап өзі айтқанын істету деген секілді нәрселер, бұлар сол манипуляциямен ата-ананы басқару болып есептеледі. Дәл сол секілді ата-ана да балаларын манипуляциямен басқарады. Мысалы, кейбір аналар болады, ауырып қалып манипуляция жасап баласын басқарады. Егер мені көп ашуландыра берсеңдер, мен айтқанымды тыңдамасаңдар, онда мен ауырып қалам, мен ауырып қалсам мен больницаға жатқызып тастайын, немесе өзінің өлімімен қорқытатын кісілер болуы мүмкін. Мына ауырып қалып манипуляция жасайтын кісілер бар ғой, тіпті баласы есейіп жаңағы өзі отбасы құрып, өзі әйел алып кетсе де әлі күнге дейін сол манипуляциямен баласын қорқытады ғой. Ауырып қалып, ойбай, мен что-то жүрегім ауырып тұр деген секілді, сөйтіп баласын өзінің айтқанына келтіреді, мысалы. Деген секілді бұл бір манипуляция. Мысалы, бұл да не істейді? Бала уже өзінің қалауын шетке сырып қояды, автомат түрде жаңағы сіздің манипуляцияңызға алданып, сіз қалаған бала болуға тырысады. Бұл жерде біздің басты мақсатымыз не? Баланы басқару. Баланы өзімізге бағындыру, құрметті ата-аналар. Баланы өзімізге бағындыру. Мен бүгін осылардың біреуіне тоқталатын боламын. Бір ғана мысалмен шектелемін, өйткені уақытымыз білесіздер, уже біраз болып қалды. Біреуіне тоқталамын, бірақ алдағы апталардан, келесі апталарда бұл тақырыптарға жалғастырамын. Иншалла келесі аптада осы тақырыпты тағы да жалғастырып, осы тақырыпқа байланысты тағы да бірнеше мысалдарды сіздермен бірге қарастыратын боламыз. Тағы да осы жанама себептерге тоқталатын боламыз. Өйткені тікелей себепке қатты тоқталып жатқан жоқпын. Енді бұлардың жағымсыз екенін бәріміз білеміз. Немесе мен баланы жазасы тәрбиеле деген кітабымды оқысаңыздар, ол жерде мен кеңінен айтып өттім. Мына жанама себептер көбінесе біз өзімізше жақсы деп ойлап істеп жүрген нәрселеріміз, бірақ шындығына келген кезде бала үшін зиян екенін көбінесе ескермей, білмей қалатын нәрселеріміз. Бұл анау жасырын келген бір нәрселер ғой. Сондықтан біз бұны көбінесе байқамай қалып жатамыз. Сондықтан осыларға алдағы апталарда да тоқталсам деген ойым болып тұр, құрметті ата-аналар. Енді солардың алғашқысы қарыздар сезіндіру. Жанама себептермен балаларды басқаратын нәрсеміз ол қарыздар сезіндіру. Балаларды өзімізге қарыздар сезіндіру арқылы балаларды басқаруға тырысамыз. Бұл тек қана балаларға байланысты емес, мен бала тәрбиесі маманы болғаннан кейін балаларды деп айтып жатырмын да. Жалпы негізі өмірде ересек адамдарды солай не істеуге тырысамыз ғой. Мысалы, күйеуі әйелін солай қарыздар сезіндіру арқылы басқаруға тырысуы мүмкін. Ата-ана есейіп кеткен балаларын да солай басқарғысы келуі мүмкін деген секілді. Қарыздар сезіндіру деген нәрсе, мысалы, өзіңіздің жасаған жақсылықтарыңызды қайта-қайта айту арқылы баланың өзін қарыздар сезінуіне себеп болу. Мысал айталық, мамалар айту мүмкін, мен жаңағы күні бойы сендерді ойлап, тамақ пісіріп, киімдеріңді жуып, киімдеріңді үтіктеп, үйтем, бүйтем, анан істеймін, мынаны істеймін, сондағы рахметтерің осы ма? Ал сендер болсаңдар, мені ренжітесіңдер, менің айтқанымды тыңдамайсыңдар, мені жылатасыңдар деген секілді не істейді? Өзінің жасаған жақсылығын бетке баса отырып, баланы өзіне бағындыруға тырысады. Яғни, мені тыңдаңдар, маған бағыныңдар, менің айтқанымды істеңдер, өйткені мен сендер үшін барлық нәрсені істеп жатырмын деген нәрсе былайша айтқан кезде. Не деген өздерің бір еш нәрсенің қадірін білмейтін адамсыңдар,
өздерің бір жағы не екенсіңдер, жағы ешнәрсенің қадірін білмей бағаламайтын адам екенсіңдер деген секілді жаңағы не істейміз, қысым жасаймыз. Өзіміздің балалар үшін, тырнақшаның ішінде балалар үшін жасап жатқан нәрселерімізді баланың бетіне басу арқылы оны мыжимыз ғой, былайша айтқан кезде. Өзіміздің жасаған нәрсемізді оның үстіне тастап, үстіне бетіне басып, оны мыжып не істейміз? Оны өзімізге бағынышты қылуға тырысамыз. Ләббәйк деп тұратын, ләббәйк тақсыр деп тұратындай жағдайға келтіргіміз келеді. Яғни мен болмасам сендер өмір сүре алмас едіңдер деген секілді. Яғни бұл осы қарыздар сезіндіру деген осы, құрметті ата-аналар. Яғни бұл негізінен қарап отырсақ өте қауіпті нәрсе. Яғни өзін қарыздар сезініп қалған жағдайда не болады? Ол жағы әрқашан жағы өзінің қалауларын сыртқа ысырып, сыртқа итеріп, бағана өзі болу дедік қой, соны сыртқа итеріп тастап, әрқашан әйтеуір сіздің неңізге, ыңғайыңызға қарай өмір сүруге тырысады. Бағанағы былай айтқан кезде қараңыздар, былай қарап отырсам бұл нормальный нәрсе секілді, жақсылық жасап жатырмын ғой, не болып айтсам деген секілді. Бірақ былай қарайтын болсақ, қараңыздар, бала таяқтан қорқып кейбір нәрсені істеді, немесе осы қарыздар сезініп өзін істеді. Екеуі почти бір нәрсе негізінен. Екеуінде де бала өзінің қалауынан бас тартты. Екеуінде де бала өзі жаңағы ішкі сезімдерін, ішкі қалауларын бәрін сырып тастады да, сіз қалаған бала бола бастады. Қорыққан үшін сіз қалаған бала болды, немесе сіз қарыздар сезіндіргеніңіз үшін, бүкіл жасаған жақсылығыңызды бетіне басқаныңыз үшін ол не істейді? Қарыздар бола бастады. Вот қараңыздар. Енді бұл жерде былай қарап отырсақ, бұның ең үлкен проблемасы біреу мынау деп ойлаймын. Жалпы қарайтын болсақ, біз қандай да бір жақсылықты жасайтын болсақ, ол тек баламызға байланысты емес. Ойлаңыз, жасаған жақсылығын бетке басып отыратын жағдайды ойлайтын болсақ, бұл қай жағдайда болса да ол бір жиіркенішті нәрсе. Мысалы, сіз бір досыңызға істеген жақсылығыңызды қайта бетіне басып айта беретін болсаңыз, досыңыз айтады, пожалуйста, бұдан кейін маған еш нәрсе істемей ақ қойшы. Немесе күйеуіңізге ылғи айта беретін болсаңыз, күйеуіңіз айтады, ладно, бүйтіп бетіме баса беретін болсаң, бұдан кейін маған істемеші. Мен үшін нәрсе істемей ақ қойшы. Мен үшін саусағыңды қимылдатпай ақ қойшы, бүйтіп айта бергенше. Дейді ғой негізінен, мысалы. Сізге мысалы бір досыңыз солай істесін, сізге қандай бір жағымсыз, мысалы. Сол үшін қараңыздар. Бізде мысалы не дейді? Дінімізде садақа берген кезде, оң қолдың берген садақасын сол қол білмесін дейді. Яғни жасаған жақсылықты бетке басу былай тұрсын, яғни барынша біз оны жасырып, оны ұялтпауға тырысу негізі біздің принципіміз ғой негізі. Жасаған жақсылықты біз біреу үшін емес, жасаған кезде Алла разылығы үшін істейміз ғой негізінен. Алла разылығы үшін істегеннен кейін, сіз егер оны жаңағы үйттім де бүйттім, сөйттім деген секілді бетке баса беретін болсаңыз, онда сіздің Алла разылығы үшін деген нәрсеңіз қайда қалды деген бір үлкен бір сұрақ белгісі туындайды негізінен. Сондықтан құрметті ата-аналар, жалпы жасаған жақсылық ол жақсылық болып қалу керек қой. Сіз оны бетке басып қайта бүйтіп алдыға шығара беретін болсаңыз, сол арқылы кейбір нәрселерге қол жеткізуге ұмтылатын болсаңыз, онда құрметті ата-аналар, ол жақсылық өзінің құнынан айырылып қалады. Сол үшін де жаңағы балаларға осы қарыздар сезіндіру осы жағынан өте қауіпті нәрсе. Ал енді оның позитив жағы қандай? Яғни қарыздар сезіндіру негатив жағы екенін айттық қой. Енді позитив жағы қандай? Позитив жағы мынау, құрметті ата-аналар, балаға просто қадірін білетін бала қылып өсіру ғой, былайша айтқан кезде. Яғни оны сіз бетіне баса берген кезде бала қадірін біліп кетпейді. Бетіне баса берген кезде керісінше надоел болады, мына мамамның істегендерін қайта айта берді деген секілді. Тіпті кейбір кезде белгілі уақыттарда балаларды уже әсіресе подросток жастарға келген кезде, тіпті балаларда уже не болады, андай әптен сіз басып қыса берген кезде, кейбір балалар мыжылып басып қалады да, сізге бүйтіп сіздің алдыңызда мышық болып жүреді да, былайша айтқан кезде. Кейбір балалар болады, керісінше өзінің темпераментімен, болмысымен, жаратылысымен деген секілді, олар керісінше қарсы шабуылға көшуі мүмкін. Не дейді, мысалы, сіз қарыздар сезіндірген кезде, не болып істесең, мамасың ғой, енді істе, итак істеудің міндетіңіз ғой деген секілді. Немесе айтып қойын, егер бұлар істемейтін болсаңыз, онда не үшін мен тудыңыз? Мен сізге ту деп айттым ба? Мен сізге істе деп айттым ба? Немесе сізге емес, саған деп айтуы да мүмкін, кейбір балалар. Деген секілді қарсы шабуылға көшеді. Неге? Өйткені бұның екі реакциясы бар қарыздар сезіндірген кезде. Не ол жаңағы мыжылып, басылып, сіздің алдыңызда бүйтіп мысық болып қалады, немесе қарсы шабуылға көшеді.
уже сезінбейтін, аямайтын, керісінше сізге жаны ашымайтын адам болады да, керісінше не істейді? Не болып сонша қайта-қайта айта бересің, істесең не болып енді деген секілді өзіңізге қарсы шыға бастауы мүмкін. Сондықтан қай жағынан қарасақ та екеуі де жағымсыз. Біреуінде балада агрессияны туындаттық, екіншісінде баланы бағынышты қылып тастадық негізінен. Сол себепті құрметті ата-аналар, балалар қадірін біліп өскені жақсы. Бірақ қадірін білдірудің жолы ол жаңағы қайта-қайта бетіне басу емес. Бетіне басқан кезде қадірін білдірмейсіз, керісінше қадірін қашырасыз негізінен. Жасаған жақсылығыңыздың қадірін қашырасыз. Ал мен сізге айтайын, өзіңіз шынымен де балаңыз үшін жақсылығыңызды жасайтын болсаңыз, адам баласы ол жалпы жақсылықтың қадірін білу, өсуге бейім болып жаратылған ғой негізінен. Егер жаңағыдай негативті нәрселермен шабуыл жасап кетпесек, негізі бала өзі-ақ түсінеді. Әкем мен үшін жаңағы күндіз-түні шапқылап жұмыс істеп, бізді бағу үшін осылай шапқылап жүреді, шаршайды деген секілді. Анамды күнде мысалы жаңағы осы тірліктерді біз үшін істейді деген секілді не істейді? Бала өзі қадірін біледі. Немесе бұның мынандай бір әдісі бар. Қадірін білдіру үшін ерлі-зайыптылар бір-біріңізбен не істесеңіздер болады. Бір-бірлеріңізбен жаңағы келісіп, бір-біріңізге пас берсеңіздер болады. Мысалы, бір-біріңіздің абыройыңызды көтеріп отырсаңыздар болады. Бетке басу емес, мысалы, бір-біріңіздің абыройын көтеріп отыр. Мысалы, әкесі жоқ кезде анасы айтып отырса болады. Жаңағы әкең біз үшін осыншама нәрсе істейді. Бірақ бұны сіз айтып алып, кейін өзіңіз жаңағы балалардың көзінше әкесін жерге басып, жаңағы мыжып тастап отырмаңыз, жаңағы әртүрлі реніштеріңізді айтып деген секілді. Егер айтатын болсаңыз, шынайы болыңыз да. Яғни әкең біз үшін осыншама нәрсе істейді, шапқылайды күндіз-түні, мен өзім әкеңе ризамын, әкең жаңағы болмағанда біз жаңағы кәдімгі мүмкін қиналар ма едік деген секілді, енді осындай форматта әртүрлі істеген нәрсесіне байланысты айтып жеткізсеңіз болады. Немесе дәл сол секілді әкесі балаларын айтса болады, жаңағы анасына байланысты. Осы біздің анаң жаңағы біз күнде келсек тамағымыз дайын тұрады, киіміміз жуылып тұрады, үтіктеліп тұрады, мен анаңа өте қатты ризамын деген секілді. Немесе бір кішкене жаңағы не істелінген кезде бір баласы ренжітіп қойған кезде әкесі ол нәрсені айтып, яғни осыншама нәрсе анаң біз үшін тырысып жүр, оған біздің бұндай сөздер айтуымыз, бұндай әрекеттер жасауымыз, ол оған одан ары ауыр соққы болуы мүмкін. Одан да біз оны ренжітпеуге тырысайық. Немесе кел біз оған бүгін бара жатқан кезде бір гүл алып барайық, анаң бір қуанып қалсын. Немесе әйел кісі айтуы мүмкін, әкең бізге шаршап келеді ғой, біз давай келген кезде оны былай күтіп алайық, мысалы, мынандай бір сюрприз жасайық деген секілді. Осындай бір-бірімізбен не істеп отыратын болсақ, жаңағы келісіп деп осындай әрекеттер жасау арқылы балаға қадірін білу деген нәрсені позитив жолмен көрсетуге болады. Бірақ бетіне баса берген кезде ол қадірін білмеу болмайды, керісінше қадірін жою болады негізінен. Қадірін жою болады, қадірін құрту болады негізінен. Сондықтан, егер осындай нәрселермен қадірін білуіне себепкер болатын болсақ, сол кезде бала опал болады. Енді опал деген сөз қазақшада қолданыла ма білмеймін, мен көп қатты кездестірмін, бірақ опасыз деген бар ғой, сол опасызды позитив қылып опалы қыла салдым. Енді мүмкін тіл мамандары отырған болса, мен сынауы мүмкін, бірақ әйтеуір түсінікті болса болды ғой. Яғни опасыз болмайды да, былайша кезде істеген ісіңіздің қадірін біліп, кез келген уақытта жаңағы сізді бағалап, бүйтіп өзінің жаңағы алақанында ұстайтын болады деп ойлаймын. Сондықтан екі жол бар, біреу жағымсыз, жаңағы қарыздар сезіндіріп, бетіне басып, әрбір істеген нәрсеңіз бетіне басу арқылы баланың надоелін шығарасыз. Мына жеріне келеді, бала бір күні сізге жарылады, немесе жаңағы мыжылып, басылып, жаңағы өз-өзіне не істей алмайтын бала болып қалады. Өз-өзіне тіпті жауап бере алмайтын бала, тұрып бере алмайтын бала болып қалады. Или екіншісі жаңағыдай бетіне баспай ешқандай жасаған жақсылығыңызды керісінше не істейсіз? Жаңағы жұбайыңызбен келісу арқылы, әртүрлі әңгімелер, немесе өзіңіз ата-анаңыздың қадірін білу арқылы үлгі боласыз, мысалы істеп, ата-анаңызды қуантуға тырысып, ата-анаңызға балаларыңыздың көзінше алғысыңызды айтып деген секілді, сіз бізді оқыттыңыз, біз үшін осыншама нәрсе істедіңіз, сізге біз ризамыз деген секілді өз ата-анаңызға құрмет көрсету арқылы мысалы осыны көрсетсеңіз болады. Осындай қадірін білу деген нәрсені осылай қалыптастырсақ дұрысырақ болады деп ойлаймын, құрметті ата-аналар. Міне осы позитив жағы. Мынау негатив жағы. Таңдау өздеріңізде қайсысын істесеңіздер, соған қарай нәтиже аласыздар. Позитив жағын істесеңіз, позитив нәтиже аласыз. Негатив жағын істесеңіз, соған сай негатив нәтиже аласыз, құрметті ата-аналар. Енді кейбір кезде бала өзі келіп сізге айтқан кезде керісінше позицияңыз мынандай болу керек. Бала келіп, ой, анашым, сіз деген күндіз-түні жаңағы біз үшін жұмыс істейсіз, біз үшін ананы істейсіз, мынаны істейсіз,
біз сіздің еңбегіңізді ақтай алмай шығармыз деген секілді өзі қадірін біліп, өзін қарыздар сезініп келіп отырған кезде, тіпті сіз ол кезде я мен осындаймын деп кетпей, керісінше оны одан ары қарыздар сезіндірмеудің жолын қарасаңыз болады. Мысалы, қарыздар сезінбей, қадірін білуге қарай бұру керек қой. Өйткені қарыздар сезіну ол айналып келген негатив қой. Сол қадірін білетін жаққа қарай келтіріп, не дейсіз? Жоқ балам, бұл біз ата-ана ретінде болса, бұл біздің міндетіміз. Сендер үшін біз барлық нәрсені жасауға дайынбыз. Біз сендерді жақсы көреміз. Сол үшін біз осы нәрсенің бәрін ешқандай ақы күтпей-ақ істейміз деген секілді. Керісінше оны не істеу керек? Одан ары сіз өзіңіздің дәрежеңізді осылай көтеруіңіз керек қой, былайша айтқан кезде. Ал ана жерде қарыздар сезіндіруге тырысқан кезде, керісінше өзіңіздің дәрежеңізді түсіріп алған боласыз, құрметті ата-аналар. Бүркіт мысалымен сабақты аяқтағым келіп отыр. Бүркіт мысалы мынандай, бұл жаңағы болмысты бұзу деген нәрсеге байланысты осы бір мысалмен сабақты аяқтағым келіп отыр. Мысалы ойлаңыз, мынандай бір оқиғаны айтайын, бұл болған оқиға ма, болмаған оқиға ма, скорее болмаған да оқиға шығар, бірақ жалпы мәселені түсіндіруге көмектесетін бір оқиға. Бір шал мен кемпір өмір сүреді, ертегілердегі секілді. Сөйтіп ол не істейді? Бір күні бір бүркітті көреді. Бүркітті көріп, бүркітті ұстап алады да, сөйтіп бүркітті ұстап үйіне әкеледі да, өзінің жаңағы балаларына дайындап қойған қамырды, бұламықты былайша айтқан кезде бүркітке береді. Бірақ бүркіт оны былай қарайды, бір шоқып көреді, бірақ жемейді да. Неге? Өйткені бүркіт ол қамыр, бұламық жемейді ғой. Бүркіт ол ет жейді да, былай қарап отырсаңыз. Қараңыз, уже болмыс, бағана алмұрт секілді ойлаңыз. Мүмкін ана апа не істейді? Ой, мына байқұс не үшін мынаны жей алмай жатыр десем, мынаның тұмсығы өсіп кетіпті ғой дейді да, жаңағының бүркітті қинап жатқызып алады да, қайшымен пышақпен алып тұмсығын кесіп тастайды ғой, былайша айтқан кезде. Мынау тұмсық бұның тамақ жеуіне кедергі келтіріп жатыр деп. Бүркіттен тұмсығын кесіп жатқан бүркіттің жаны шығып, жаңағы тырнағымен аяғын бүйтіп қысып алады да, апаның, кемпірдің. Сол кезде ана тырнағын кемпірдің де аяғы ауырып кетеді, бүйтіп аяғына қарайды да, тырнағына айтады, ой, мына байқұстың тырнағы өсіп кетті, мынаның бұрынғы иесі не тұмсығына қарамапты, не тырнағына қарамапты, вообще мынаған күтім жасамапты ғой дейді да, алады да оның тырнақтарын кесіп тастайды. Енді бүркіт уже не істейді? Қашып құтылуға тырысады негізі. Өйткені неге? Тұмсық кесті, тырнақ кесті, әбден жаны шығып қиналды ғой негізі. Сөйтіп қашуға тырысып, бүйтіп қанатын қағып, құтылуға тырысып, жаны шығып жатса, алады да мына қанаттары кедергі келтіріп жатыр екен деп, оның қанатын кесіп тастайды. Былай енді ойлаңыз, көз алдыңызға елестетіңіз осындай бір жағдайды. Болмаған оқиға, просто біздің ата-аналардың әрекеттері өкінішке орай осыған қатты ұқсайды, балаларына істеп жатқан әрекеттері. Қараңыз. Қанатын кестік, тырнағын кестік, тұмсығын кестік. Бұл бүркіттің болмысы ғой негізі. Тұмсық та, қанат та, тырнақ та бұл оның болмысы. Осы болмыс арқылы ол не істейді? Өзінің күнін көреді, өзін қорғайды негізінен. Бірақ біз не істедік? Өзіміз шақылды болдық та, ойбай, мына тырнақ кедергі келтіріп жатыр саған, тұмсық кедергі келтіріп жатыр, жаңағы қанатың саған кедергі келтіріп жатыр. Бұның бәрін кесіп тастайық, сені әдемі сұп-сұлу бір бүркіт жасап қояйық дедік та, мысалы. Сөйтіп жасадық, мысалы. Сөйтіп бүркітті енді бар ұш деп лақтырып жіберсеңіз, не болады? Ұша алмайды, жерге топ етіп құлайды. Өйтіп қашып-ұшып бір бұтақтардың арасына ары бері кіріп сөйтіп жүрген бүркітке апа бүйтіп қарап айтады да, ей, мына бүркіт, мен сені аң алама деп жүрсем, бір қарғадан ешқандай айырмашылығың жоқ екен ғой сенің дейді да, мысалы. Вот қараңыз, бірінші өзіміз қанатын кесіп тастаймыз, тырнағын кесіп тастаймыз, тұмсығын кесіп тастаймыз, одан кейін бүркіттен нәтиже ала алмаймыз. Ала алмағаннан кейін өзіміздің кінәмізді көрмейміз де ол жерде. Айтамыз да, сен бір қарға құрлы жоқ екенсің ғой сен. Қарға құрлы жоқ екенсің ғой деп оны тағы да кінәлаймыз. Вот енді примерно осындай ғой біздің қазір жағдайымыз. Баланың өзінің болмысы бар, бүркіт, біздің балаларымызда бүркіт, қыран, мысалы біздің балаларымызда оларда ұшып шыңды бағындыра алатын потенциал бар. Бірақ өкінішке орай біз білімсіздігімізбен, сауатсыздығымызбен оның қанатын қырқып тастаймыз, тырнағын алып тастаймыз, тұмсығын кесіп тастаймыз. Одан кейін неге мынау ұша алмайды дейміз, неге мынау жетістікке жете алмайды, неге мынау сабақ оқымайды, неге мынау үздік емес, неге мынадан еш нәрсе шықпайды деп, одан кейін оған ренжиміз негізінен. Сондықтан құрметті ата-аналар, бүркіттер бүркіт болып шыңды бағындыра алу үшін олардың болмысын бұзбауымыз керек. Олардың тұлға болуына жағдай жасауымыз керек. Сол кезде олар шыңды бағындыра алады, құрметті ата-аналар. Қысқаша бүгінгі менің сіздермен бөліскім келген тақырып осы. Жалғасы Алла қаласа келесі аптада. Енді бүгінгі біздің сабаққа бірінші рет қатысып жатқан кісілер бар ма?
бірінші рет қатысып жатқан кісілер болса, мен қысқаша бір түсіндірме жасап кетейін. Бұл сабақ негізі мен бұл сабақтарды ақыл өткізіп жүрген болатынмын. Осыдан 2 ай бұрын, 2 айдай болды, мен әр апта ақылы сабақтар өткізіп жүрген болатынмын. Қатысқан кісілер болса білет, ақылы сабақтар қатысқан кісілер. Содан енді барынша бұл тақырыптар көбірек адамға қол жеткізсінші деген оймен бұл сабақтарды тегін жасау деген идея келді. Бірақ енді білесіздер, тегін нәрсенің біріншіден құны болмайды, екіншіден мен өзімді құнсыздандырғым келмейді, және де мен енді өзім белгілі бір деңгейде жаңағы жауапкершіліктерім бар, отбасымның алдында, менде жұмыс істейтін қызметкерлерінің алдында, қоғамның алдында деген секілді. Осы секілді нәрселердің бәрін ескере отырып, бұл тегін болады, бірақ та бір шетінен тегін болмайды деген бір ой болды. Сөйтіп білімге асар деген жоба бастадық. Білім жолында асарлату. Бізде көбінесе асарлату бір үй саларда, бір физикалық жұмыстарда болып жатады ғой. Енді біз білім жолында да асарлату деген нәрсені қолданайық деп, сөйтіп мен негізі бір онлайн сабақты 100 000 теңгеге өткізем. Мысалы, қандай да бір жерден бір мектептер кейбір кезде ата-аналарына шақырып өткізеді, офлайн, онлайн форматта. Егер онлайн форматта шақыратын болса, онлайн сабақ Zoom-мен немесе Instagram-мен өтуімді қалайтын болса, мен 100 000 теңгеге өтем. Содан кейін өзімнің аудиторияма, оқырмандарыма, тұрақты оқырмандарыма жалпы мынандай ұсыныс жасадым. Менің қысқасы бір сабағымның құны 100 000 теңге. Сіздер өздеріңіздің шама шарқыңызға қарай 100 теңгеден, 200 теңгеден, 300 теңгеден, 5 000 теңгеден енді қанша бере алатын болсаңыз, қанша сізге жалко жіберсеңіздер, осы 100 000 теңгені жинасақ, осылайша сіздер оқырмандарым, яғни сіздер менің гонорарым төлеген боласыздар, мен сіздерге Инстаграмға шығып осылай тегін ол сабақты өткізетін боламын деген ұсыныс жасадым Инстаграмда сторис арқылы. Сөйтіп оны менің аудиториям құптап, Аллаға шүкір, бір аптаның ішінде 95 000 теңгедей жиналып, примерно 95 000 теңгелік гонорар берілді. Содан кейін осындай істермен керемет бір тегін сабақ өту мүмкіндігі туындады. Енді осы жобаны мен апта сайын жалғастырғым келіп отыр. Яғни апта сайын осылай, егер де менің аудиториям, менің оқырмандарым, яғни сіздер апта сайын бір 100 теңгеден, 200 теңгеден, 300 теңгеден, яғни қанша шамаларын жететін болса, жіберіп отырсаңыздар, осылайша 100 000 теңге гонорар төленген болады. Мен де тегін сабақты емін-еркін өтем, яғни еш қиналмай, кейінге қалдыра салмай деген секілді жауапкершілікпен, осындай дайындықпен от қылып өтуге тырысам. Сіздер де өздеріңіз 100 теңге, 200 теңге немесе 5 000 теңге, енді қанша жібергіңіз келеді, жіберу арқылы не істейсіздер, әрі өздеріңіз сабақ көре аласыздар, және де кейбір жіберуге мүмкіндігі болмай, ақылы сабаққа қатысуға мүмкіндігі болмай жүрген қаншама үйде отырған аналардың сабақ көруіне себепкер боласыздар. Яғни бұл сабақтардың көбірек ата-анаға жетуіне сіздер себепкер бола аласыздар. Осындай бір идея келді. Енді осы апта істеп көрдік. Жақсы нәтиже болды, оқырмандарым қолдады, гонорарды төледі былайша айтқан кезде. Енді келесі аптаға да уже нені аша берейік. Білімге асар жобасы Каспий Голд мына жерде тұр. Енді 100 000 теңгені жинап тастаса, келесі аптада да мен иншалла осы сабақтың жалғасын ары қарай жасай беретін боламын. Мен бұл жерде win-win деген ағылшындардың сөзі бар. Win деген жеңу деген сөз ғой, жеңіс деген сөз. Win-win сол екі жақта жеңді деген сөз ғой. Яғни оқырмандар да жеңеді, мен де жеңемді. Былайша кезде мен де өзімнің жауапкершіліктерімді, отбасымның алдындағы, қызметкерлерімнің алдындағы, арендаға беріп жатқан арендатордың алдындағы деген секілді жауапкершілігімді атқарған боламын. Сіздер де осындай пайдалы сабақты әрі өздеріңіз көре аласыздар, және ақылы сабаққа қатысуға мүмкіндігі жоқ қаншама кісілердің бұл сабақты көруіне мүмкіндік жасаған боласыздар. Сондықтан win-win деп ойлаймын. Екі жаққа да ұтымды жоба. Қолдаймын дейтіңіздер, қолдамауға да болады. Еш нәрсе жібермей-ақ сабақты тегін көрулеріңізге болады, ол без проблем. Итакта бір кісілер, жағдайы бар кісілер, мүмкіндігі бар кісілер, итак сіздерге сол жағдай жасап, бұл гонорар төлеп жатыр жан-жақтан. Ал жағдайы жоқ кісілерге ешқандай проблем жоқ. Енді қазір сізде болмай тұрған болса, бермеуіңізге болады. Бірақ мен өткенде кәдімгі риза болдым, менің оқырмандарым ішінен Каспийімдағы соңғы ақшам деп 280 теңгесін, 282 теңгесін деген секілді жіберген кісілер де болды негізінен. Яғни бұл анау тамақ пісіп жатыр ғой, бұл үлкен бір қазанда, тай қазанда тамақ пісіп жатыр. Бұл жерде менің де үлесім болсын, мен бір уыс болса да тұзымды тастайыншы деген секілді жаңағы қолдау көрсеткен ата-аналар болды, менің оқырмандарым болды, мен кәдімгі риза болдым. Ол әр мәселе мынадай, бір адам 100 000 теңге беріп тастауы да мүмкін, бірақ ол мені ондай қатты шабыттандырмас еді негізінен. Мені осыншама адамның бір 100 теңгеден, 500 теңгеден болса да қолдау жасауы мені көбірек шабыттандырды негізінен. Сөйтіп
бұл жобаны ары қарай жалғастыруды шештім. Мына жерде экранда тұр. Егер мүмкіндіктеріңіз болып жатса, қолдаймын десеңіздер. Яғни бұл бір қайыршылық анау емес. Просто мен өз еңбегімнің құнсызданғанын қаламаймын. Өйткені мектептер, жаңағы мекемелер әрқашан мені ақылы сабаққа шақырады. Бұл сабақтарында тегін емес, ақылы болғанын қалаймын. Өйткені 100 теңге берген адам 100 теңге бердім ғой деп хотя бы сабақты көретін шығар деген тағы бір үмітім бар. Әйтпесе мен де қазір айтайын, YouTube-та менде 250-ден астам видео сабақтар тұр, тегін видео сабақтар тұр. Өзім жаңағы студиясын жалдап, шығынданып видеосын түсіріп жүктеген сабақтарым. Бірақ кіріп қарап көріңіздер. Просмотрын көрсеңіз, ішіңіз ашиды. Просмотры өте төмен мысалы. Неге өйткені ол тегін ғой. Тегінге өкінішке орай біздің қарым-қатынасымыз осындай. Сондықтан бір шетінен мен соңғы кездері сондай бір шешім қабылдап, тегін деген нәрсені емес, көбірек осындай бағаланатын нәрселерді көбейтсем деп отырмын, құрметті ата-аналар. Сонымен біз шамамен 1 сағат сіздермен бірге болыппыз. Шамамен бізге 1 сағат бірге болыппыз. Егер сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызбен бір 15 минут, қазір 22:30 болыпты, 22:45-ке дейін 15 минут сұрақтарыңызға жауап беруге тырысайын. Бірақ басынан сразу ескертемін, бәріңіздің сұрақтарыңызды үлгермеймін, 15 минут қана уақытымыз бар. Үлгергенімше, иншалла, жауап беруге тырысайын. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Яғни алдында жазып кеткен сұрақтарды қазір іздеп отырып таба алмаймын, өйткені көп нәрсе жазылып кетті. Енді қазір жаза бастаған сұрақтарыңызға жауап беруге тырысайын дейді. Қолдаймыз, көп адам көруге себеп болсын дейді. Алла разы болсын. Рахмет, үлкен пайдалы кеңестеріңіз үшін. Айтпақшы, сабақ пайдалы болды ма? Мына жаққа нелеріңізді, белгілеріңізді жаза кетсеңіздер болады. Егер сабақ пайдалы болған болса, мына жүрекшелер жіберіп қойсаңыздар болады маған мотивация ретінде. Мотивация емес, не стимуляция ретінде жіберіп қойсаңыздар болады. Так, мына жерде бірінші сұрағы келіпті. Баланы сабаққа қалай дұрыс мотивация береміз дейді. Негізі мен 30-шы немесе 31-ші тамыз күні YouTube-та осыған байланысты тегін сабақ өткізген едім. Балалардың жаңағы сабаққа қызығушылығын қалай оятамыз деген шамамен 1 сағат көлемінде тегін сабақ өткізген болатынмын. Сол сабақты көруді ұсынамын сіздерге. Егер ол сабақты әлі көрмеген болсаңыздар, сіздерге мынандай нәрсені істейін. Сіздер мына сабақ біткеннен кейін маған дайректке, жекеге мектеп деп жазыңыздар. Мен сіздерге сол сабақтың сілтемесін жіберейін. Солай сол сабақты көресіздер, және де менің YouTube каналыма да сілтеме алған боласыздар. Ары қарай YouTube-тағы басқа сабақтарды көре аласыздар. Маған дайректке, егер көрмеген кісілер, мектепке байланысты баланың қызығушылығын арттыру, сабаққа мотивациясын көтеру деген секілді сұрақты егер сіздерді мазалайтын болса, маған дайректке мектеп деп жазсаңыздар, мен сол 30-шы тамыз күні өткізген тегін сабақтың сілтемесін сіздерге жіберткізем. Сол сабақты көрсеңіздер, иншалла жауап аласыздар деп ойлаймын. Деп оны сол сабаққа ссылка жасайын, сол жерден көріңіздер. Өтірік не үшін айтады? Бағана да айтып өттім, естеріңізде болса, баланың болмысы бұзылған кезде ода ауытқулар басталады. Ауытқулардың біреуі осы өтірік айтуды соған жатқызсақ болады. Жалпы өтірікті бала не үшін айтады? Мен негізгі 2 себебін айтып кетейін. Біріншісі қысым. Балаға өтірік айтуға итермелейтін нәрсе қысым. Егер сіз баланы көп тергейтін болсаңыз, көп қыса беретін болсаңыз, бала қысымнан құтылу үшін не істейді? Оңай бір әдіс ретінде, оңай бір жол ретінде ол өтірік айту деген нәрсені қолдана салады. Өйткені неге өтірік айтады, фук-фук етіп қашып кеткісі келеді негізден. Сіз қанша қысым жасаған сайын, ол да барынша профессиональный өтірік айтуға тырысады. Яғни сіз өтірігін тауып алып, өтірігін ұстап алып, өтірігін ашып, одан ары профессионал тұрғыда, тергеуші болып, профессионал тұрғыда қысым жасаған кезде, ол да профессионал өтірікші болады. Келесі жолы ұсталмайтын өтіріктер айтуға тырысатын болады. Сондықтан бірінші мәселе қысым. Екінші мәселе үйдегі немесе айналасындағы көріп жатқан үлгісі. Егер айналасындағы адамдар емін-еркін өтірік айтатын болса, тіпті бұл өтіріктерін мақтанмен айтатын болса, алдап кеткендерін мақтанып тұрып, жағы, ой, ананы чорт қылып алдап кеттім ғой деген секілді мақтанып әңгімен жіберіп отыратын болса, онда автомат түрде ол не істейді? Бұл жағымсыз қасиетті де өзінің бойына сіңіретін болады. Сондықтан көбінесе осы 2 себепті айтуға болады. Солардан бір қарап көрсеңіз дұрыс болады. Бала телефоннан басқа затқа қызықпайды дейді. Енді бұл жерде мен мынандай нәрсені айта кетейін, құрметті ата-аналар. Мен жалпы бұрыннан бері мен оқып келе жатқан оқырмандарым біледі, менің кличкам, лақап-атым балалардың адвокаты негізі. Мен көбінесе балаларды қорғаймын. Енді юрист емеспін, просто балаларды қорғаймын негізі. Балалардың тарапынан сөйлеймін көбінесе. Енді мына жерде бала телефоннан басқа зат нәрсе қызықпайды дейміз ғой.
Шындығына келсек, бұл тек қана балалардың проблемасы емес қой. Қазіргі ересектердің өзінің басым бөлігі телефоннан басқа нәрсеге қызықпайды негізінен. Кішкене қол босап қалса бір телефон шығып кетеді. Үйдегі әкелерді ойлап көріңіздер. Маған кейбір аналар айтып жатады, үйге телефонмен кіреді, телефонмен отырып тамағын ішеді, телефонмен отырып жатады, сөйтіп телефонмен ұйықтап қалады, телефонмен таңертең тұрады, телефонмен таңғы ас ішеді, телефонмен үйден шығып кетеді дейді. Яғни былай қарап отырсақ, бұл тек қана баланың проблемасы емес негізінен. Бұл жалпы біздің адамзаттың бәріміздің проблемамыз да. Сондықтан бұл жерде менің сіздерге ұсынатын нәрсем сол бірінші кезекте үйдегі атмосфераны, үйдегі үлгі мәселесін бірінші ретке келтіріп алу керек. Өйткені өзімізше баланың телефон мәселесі шешіміз келеді, бірақ та жұбайымыздың, өзіміздің телефон мәселеміз әлі шешілмеген, өзіміз әлі телефоннан бас тарта алмай, телефоннан да басқа да қызықты немесе пайдалы нәрселерге көңіл бөлмей, осы телефонның ішінде ғана жүрген болсақ, онда не айтсақ та, не істесек те, оның балаға әсер етпейтінін ұмытпайық. Өйткені бірінші мынандай бір қағида бар: бала естіген емес, құлақпен естіген емес, көзбен көрген істейді дейді. Бала құлақпен естіген емес, көзбен көрген істейді. Сіз қаншама ақыл айтыңыз, бірақ бала сізден көрген істейді негізінен. Сондықтан бірінші осы мәселені шешіп алуды ұсынамын. Одан кейін екінші бір мәселе, үйде сапалы қызықты уақыттар, іс-шаралар, активитилар жасау арқылы шынайы өмірдің қызық екенін балаға көрсетуіміз керек. Виртуалды әлемге қарағанда шынайы өмірдің қызық екенін көрсеткеніміз дұрыс болады, құрметті ата-аналар. Енді бұған байланысты да мен бағана айттым ғой, сабақ барысында естеріңізде болса, тақырыптардың көбін мен қозғап тастағам деп, көбісі менде қазір дайын тұр деп. Бұл телефонға тәуелділік деген тақырып бойынша да менде онлайн сабақ бар негізінен. Сол онлайн сабақты көрсеңіздер, сол жерден жауап ала аласыздар деп ойлаймын. Енді кейбір нәрселерге осылай ссылка жасауым керек, өйткені 15 минут қана сұрақтарға жауап беремін дедім ғой. Барынша көбірек адамға жауап бере алу үшін осылай қысқа қайтаруым керек болып тұр. Қызым 10 жаста, оған көп ұрсамын, үлкенім екеуміз көп ұрсып қаламыз, не істесем болады дейді. Енді бұл жерде қараңыздар, жалпы балалар әлі өмір сүруді үйреніп жүрген адамдар ғой негізінен. Қай кезде қалай әрекет ету керек, кіммен қалай сөйлесу керек, жалпы қалай өмір сүру керек, олар енді үйреніп жатқан адамдар. Яғни олар іштен оқып бәрін үйреніп келген жоқ қой. Бізде кезінде іштен оқып үйреніп келген жоқпыз, мысалы. Бірақ мынандай бір қызық нәрсе бар: балалар үйренуші, ал біз ересектер енді шартты түрде болу керек нәрсе, біз уже белгілі бір деңгейде көп нәрсені үйренген адамдармыз негізі. Өйткені неге? Белгілі бір жолды жүріп өттік, қаншама білім ордаларынан өттік, мектеп, университет деген секілді, біраз диплом алып алдық деген секілді. Енді былайша айтқанда өмірлік тәжірибе салыстырмалы түрде, хотя бы салыстырмалы түрде бізде балалардан жоғары негізінен. Сондықтан енді бұл жерде жаңағы ұрсамыз деп жатыр ғой, екеуміз көп ұрсып қаламыз деген секілді нәрсе айтып жатыр ғой. Бұл жерде инициатива сізден болу керек. Сіз қадам жасауыңыз керек, сіз шешім жолын іздеуіңіз керек. Өйткені бала, 10 жастағы бала, мен анаммен ылғи ұрсып қаламын, қалай шешсем болады екен деп ойланып, ол шешім іздеп жаңа әдістер қарастыратын, ода әлі ондай мүмкіндік жоқ, ондай дағды қалыптаспаған. Сондықтан бұл жерде сіз кішкене саналы әрекет жасауыңыз керек. Ересек адамға жарасатын әрекет. Яғни қызыңыз әдет екен деп сіздің мәдеуіңіздің қажеті жоқ. Немесе одан екесе оның жүрегін ауыртатын сөздер айтудың қажеті жоқ, мысалы. Ол жерде баламен, жалпы адаммен қарым-қатынас орнату дағдысын, әдістерін, тәсілдерін үйрену арқылы бұны шешсеңіз болады. Бұған байланысты менің сізге ұсынысым, менде «Бала мен ата-ана арасындағы алтын көпір» деген кітабым бар. Сол кітапты оқуды ұсынамын. «Бала мен ата-ана арасындағы алтын көпір» деген кітапты оқуды ұсынамын. Эфирді Алла қаласа сақтауға тырысамын. Менде әкесі басқа тәрбие, мен басқалай тәрбие берем. Бұл балаға қалай болады? Бұл жақсы болмайды. Қазір кешірімсай, мен күзетшілер келіп жатыр, айта салайын. Сәлден шамын. Так, кешірімсай, күзетшілер келіп тексеріп жатыр, офиста кім бар деп. Так, бұл қалай болады дейді. Бұл жақсы болмайды. Негізі тәрбиеде ең маңызды нәрсе тұрақтылық, ауызбіршілік негізінен. Үйдегі ересектер арасында ауызбіршілік болмаса, онда балаларға тәрбиеміз өтпейді, өкінішке орай. Не әкесінің берген тәрбиесі, не анасының берген тәрбиесі өтпей қалады. Өйткені мынандай керемет бір сөз бар: балалар ата-анасын таңдап тыңдайды. Қайсының айтқан сөзі оған қазір удобны болып тұрса, соны тыңдайды. Анасын айтқан оған майдай жағып тұрса, анасын айтқанын тыңдап, анасының қалауларын орындайды.
әкесінікі жағып тұрса әкесінікі тыңдайды. Сөйтіп екі ортада фук-фук етіп қашып жүреді да, бір тұрақты тәрбие болмайды. Кейде былай жүреді. Бұл мынау әке-шеше мен ата-әженің арасындағы балалардан да байқасаңыздар болады, бір тұрақты тәрбие болу қиын. Ылғи ата-әжесі сөзін сөйлеп тұрса, ол ылғи әке-шесінің айтқан нәрсесі ұнамай қалған кезде ата-әжесінің артына тығылып қалады, ата-әжесінің айтқаны ұнамаса әке-шесінің артына тығылып қалады деген секілді. Ол жерде проблема болады. Сондықтан ең негізгі нәрсе, бағана айттым ғой, біз ересектерміз, ересекше мәселені шешуіміз керек деп. Бірінші сол әке-шеше үйдегі ересек кісілер бірге отырып сөйлесіп, бірінші ортақ қағидалар бекітіп алуымыз керек. Одан кейін барып тәрбиеміз иншалла мәнді мағыналы болады деп ойлаймын. Өте пайдалы, өзімді көрдім, жылағым келді дейді. Пайдалы болғанына қуаныштымын. Мен кеш кірдім дейді. Иншалла сабақ сақтауға тырысамыз. Пайдалы сабақ болды, әрине, рахмет. Рахмет сізге, көп ақпарат өте пайдалы болды, рахмет. Ал мен тамақтарыңды, кірлеріңді жуып отырмын деп айтып, мен ақ істеп берем ба демесек, олар түртпесең тұрмайды. Ол жағы не болады? Бағана айтып өттім негізі оны, енді оны қайта майын шығарып берудің қажеті жоқ. Кейбір айтқан нәрсем сіздердің қабылдай алмайтын нәрселеріңіз болуы мүмкін, сіздерге ауыр тиюі мүмкін. Енді оған мен еш нәрсе істей алмаймын, мен сіздерін өзгерте алмаймын, ондай менің миссиям да жоқ. Мен болу керек нәрсені, бұл бала тәрбиесіне байланысты, педагогикаға байланысты, психологияға байланысты болу керек нәрсені айтып өттім. Ары қарай енді қабылдау, қабылдамау, іске асыру, асырмау, бұрынғы өзіңіздің неңіздің істеп жүрген қателіктеріңіздің артына жасырыну, ол уже сіздердің таңдауларыңыз, өздеріңіз білесіздер. Мен жалпы бұның жағымсыз екенін айттым. Ары қарай енді дұрыс қарым-қатынас орнату үшін білім алуыңыз керек. Дұрыс қарым-қатынас орнатып, жаңағыдай міндетсінбей ақ, бетіне баспай ақ, дұрыс қарым-қатынас орнатып, балаға әсер ете алу үшін, онда сіз ізденуіңіз керек, дамуыңыз керек, кітап оқуыңыз керек, бала тәрбиесіне байланысты сабақтар көру керек, жалпы білім алуыңыз керек қой, былайша кезде. Білімсіз күнің қараң дейді ғой қазақтар. Өміршең кеңестерді, рахмет. Балан жаймен көтеріне ұруға травма болмайды ма дейді. Жаймен қатты, неважно, ұруға мен қарсымын. Жалпы ұрсу, айғайлау, жазалауға қарсымын. Өйткені бұның бәрі балаларға кері әсер ететін нәрселер. Яғни бұны былай қарапайым бір мысалмен түсіндірейін. Бұны Айгүл деген кісі жазыпты, енді әйел кісі жазған екен. Сізге мынандай бір мысалмен түсіндірейін. Күйеуіңіз келіп сізді жаймен ғана ұрса, мысалы. Жаймен ғана ұрса, сізге приятно ма, мысалы? И сіз үшін ашуланып ренжіген кезде кеп айтса күйеуіңіз, не болды сонша? Жай ғана ұрдым ғой, ауырмайтын жеріңнен ұрдым ғой, ауыртпай ұрдым ғой десе, ол бізді жұбата алмайды ғой, дұрыс па? Неге? Өйткені ол жердегі негізгі біздің жанымызды ауыртып жатқан физикалық денемізге тиген соққы емес қой, ол біздің жанымызға тиген соққы. Бізді құрметтемеу, сыйламау болып тұр, дұрыс па? Бізді адам ретінде сыйламай, ұруға лайықты көруі негізгі адамның жанына ауыртатын нәрсе. Дәл сол секілді сіз қатты ұрасыз ба, жай ұрасыз ба, ол үшін не болады? Баланы тұлға ретінде құрметтемеу болып есептеледі. Алла тағаланың көркем қылып, керемет қылып жаратқан жаратылысын құрметтемеу болып табылады. Сол себепті қандай жағдай болса да бұны қолдамаймын, құрметті ата-аналар. Толығырақ ақпарат алғыңыз келсе, сол баланы жазасы тәрбиеле деген кітапты алсаңыздар, мен ол жерде жан-жақты оны түсіндіруге тырыстым. 9 жас қыз бала ұрсуға жоқ, қасындағы қыздар сөйлескен үндемей қоя салады. Мен ақыңды берме деймін, қаншалық дұрыс дейді. Негіз бұл да болмысты өзгертуге бір ұмтылыс болуы мүмкін. Кейбір балалар болады, темпераменті бойынша олар айғай-шу, дау-дамайды ұнатпайды негізінде. Мысалы, флегматик деген темперамент бар, зерттеп қарап көрсеңіз болады. Ол темпераменттегілер бейбітшілік темпераменті деуге болады. Ол темпераменті бейбітшілікті көбірек қалайды. Керісінше ол араздасқандар татуластырғысы келеді деген секілді. Жалпы бір топыраққа ұқсатады ол темпераменті. Топырақ деген андай бәрі таптайды, бірақ ол не істейді? Жеміс береді, гүл береді, бүкіл адамзатқа қызмет етіп жүре береді да негізі. Сондықтан кейбір темпераменттер ол сондай болып, өзінің болмысы сондай болып келеді. Сондықтан оларды өзгертуге тырысу, тоже болмысын өзгерту болады. Болмыс өзгерген кезде ол не анау емес, не мынау емес, не мясо, не рыба дейді ғой. Не флегматик емес, не холерик емес деген секілді. Не ар емес, не бер емес болып қалуы мүмкін. Сондықтан бірінші кезекте бала қызыңызды жақсылап танып алыңыз, ол болмысы ма, әлде жасықтығы ма? Болмыс па, әлде жасықтық па? Егер болмысы болса, өзгертпеуді ұсынамын. Оны өзгертпей ақ қойыңыз. Өзіңіздің, жалпы өзіміздің ересектер, өзіміздің ішіміздегі негативтерді баламызға құюдың қажеті жоқ. Ал егер де жасықтық болатын болса, ондай кезде әрине мамандармен жұмыс істеп жасықтығын шешуге тырысқан дұрыс болады. Сабағыңызға көп рахмет, Елжас мырза, Алла разы болсын дейді. Так, осымен ақын эфирді аяқтасақ болатын секілден сұрақтар көп, бәріне үлгере алмайтынымды айтқан болатынмын.
Тағы да мынаны айта кетейін, білімге асар жобасын қолдаймын дейтіндер болса, Каспи міне тұр, скрин жасап алып кейінде жіберсеңіздер болады. Жалпы келесі аптаның сабағын енді алла қаласа жұма күні өткізсем деп жоспарлап отырмын. Бұл апта сенбі өткіздім, келесі апта сенбі уақытым ыңғай келмейтін сияқты, жұма күні кешке осы уақыттарда өткізсем деп ойлап отырмын. Сол жұма күніне дейін топырлатып, асарлатып, менің гонорарымды жинап тастаңыздар. Мен сіздерге керемет көңіл күймен, керемет сіздерге деген құрметпен, сіздерге деген алғыспен, ризашылықпен керемет қылып сабағымды өтіп тастайын. Осылай сіздер де ұтыңыздар, мен де ұтайын. Екі жаққа да win-win болсын, құрметті ата-аналар. Бәріңізге қайырлы түн. Келесі сабақта кездескенше сау саламат болыңыздар.